Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болатын сосиски в тесте дайындап үйренеміз. Балаларыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер, өте керемет болып шығады. Өте оңай жасалады. Ең алдымен ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Оның үстіне дрожжи қосып араластырамыз. Одан кейін қалған ингредиенттерімізді қосып қамырды илейміз. Ең бастысы сүтіміз жылы болу керек. Қамырын илеп, жылы жерге 1 сағатқа жауып, бетін жауып қойып қоямыз. Міне біздің тестамыз 1 сағат тұрды. Осылай болып көтеріледі. Сосискаларымызды дайындап аламыз. Одан кейін тестамызды жаямыз. Мен сосискиді 2-ге бөліп солай қылдырып салдым. Сонымен менде 18 штуктай шықты. Тестамызды оқтаудың көмегімен жайып шықтық. Енді полоскаларға кесіп шығамыз. Осы полоскаларға сосискимізді орап шығамыз. Бетін жауып бөлме температурасында 15 минутқа қалдырамыз. Бұл теста мен сосискиді духовкада немесе табада да майға қуырып алуға болады. Мен екеуінде де жасадым. Духовкаға салмас бұрын жұмыртқа жағып осылай күнжіт сепсеңіздер болады. Және қызыған табада осылай екі жағынан қуырып аламыз. Екі түрімен де өте дәмді болып шығады. Міне духовкада осылай болып пісті. 180 градуста шамамен жарты сағатта пісіп шығады. Өте әдемі болып қызарып шықты. Өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!